Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тіліменен Аллах табарака ва тағала былай дейді: пендемнің жасаған ғибадаттарының барлығы өзі үшін болады. Оразасы да сондай ма деп ойлап қаласыз ғой. Намаз, зекет, қажылық барлығы өзі үшін болады. Бірақ ораза емес депті. Мен үшін ішіп жемнен тыйылды. Мен үшін аш жүріп шөліркеді. Мен ол кісімен қияметте өзім есептесем депті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген бір хадис бар. Кімде-кім Аллах үшін деп, Аллахтың ризалығы үшін деп, бір күн, бір-ақ күн ораза тұтатын болса, Аллах сол бір күнменен ол кісіні 40 жылға дозақтан ұзақтастырады дейді. 40 жылға. Ол біздің мынау күндегі есеп емес 40 жыл дейтін. Бәлки арғы дүниенің есебі. Ол күннің бір күні біздің 50 мың жылға татиды. Енді 40 жылды ойлаңызшы, қандай болады?